19 ғасырдың аяғында ақштың Канзас штатындағы Бендерлер отбасына тиесілі шағын қонақ үйдегі алма бағында полиция 11 адамның қабірін табады. Бірнеше күннен кейін бүкіл Америкада маньяктардың ісі күрт көтеріліп, отбасы мүшелері қанды Бендерлер деген лақап атқа ие болады. Қылмыстарын қалай жасыралды, оларды қандай себептермен жасады, және полиция неліктен оларды ұстай алмады. Біз материалымызда ақштың сериялық өлтірушілері Бендерлер отбасы туралы қорқынышты оқиғаны айтамыз. Бендерлер отбасының тарихы 1870 жылдан басталады. Азаматтық соғыстан кейін тұрғындарды ақш үкіметі Лабет округінен Оклахома және Канзас аумағына бос жерге жұмыс істеуге дайын қоныстанушыларға қолжетімді ету үшін көшіреді. Сол жылы Джон Бендер ұлымен келіп, 60 гектардай жер телімін алып, шағын қонақ үй мен дүкен салып, бау-бақшамен айналысады. Bir жылдан кейін Бендер мырзаға оның әйелі Эльвира мен қызы Кейт қосылады. Жергілікті тұрғындар жаңа аумаққа үйреніп үлгерген жаңадан келгендер туралы жағымсыз сөйледі. Куәгерлердің айтуы бойынша, егде жастағы Бендер ағылшын тілін нашар сөйлейді және өзін өте жабық ұстайды. Ал кейде агрессивті Джон Бендер кіші истерикалық күлкіден зардап шегеді. Бұл оның психикалық тұрақтылығына күмән тудырады. Қызы Кейт спиритизм туралы халыққа лекциялар оқыды. Оның барысында ол өзінің ортадағы сыйы туралы айтты. Сонымен қатар адам өлтіру және қарым-қатынасты ашу құқығын ашық қолдады. Айтпақшы, жергілікті тұрғындардың көпшілігі руханият қауымына жататын және өлгеннен кейін өлгендердің жаны тірілер әлемде қалады деп сенді. Бірақ олар үшін Кейттің уағыздары тым радикалды болып көрінгендей болды. Алайда өзінің харизмасы мен сүйкімділігінің арқасында қыз айналасындағыларды жаулап алды және оның өте түсініксіз мәлімдемелері жергілікті тұрғындарды да, келушілерді де қорқытпады. Көп ұзамай Бендерлік ерлі-зайыптылардың қызы айтарлықтай танымалдылыққа ие болды және адамдар оған жүгіне бастады. Халық сеанс өткізуді немесе физикалық және рухани жағынан сауықтыруды сұрайды. Қыз өзінің атағын белсенді түрде пайдаланды. Оны профессор Кети Бендер деп атады. Барлығын отбасылық қонақ үйде өтетін сессияларына шақырады. Алайда, кейін белгілі болғандай, оның қызметінің бағасы тым жоғары болып шығады. 1873 жылы полковник Эд Йорк ақштың орталық батысын аралап, Бендерлер қонақ үйіне қонып кетеді. Үйге келгенде ол ағасы Уильямға Канзастағы отбасылық қонақ үй туралы айтады. Ол да көп ұзамай сапарға шығып, сол жаққа барып қайту ұсынысын орындауға шешім қабылдайды. Өкінішке орай Уильям ешқашан үйге оралмайды. Содан кейін Эд Йорк мәліметтерді білу үшін Лабет округіне барады. Ол Джон Бендермен кездескен кезде, ол Уильямның келмегенін және қонақ үйге қонбағанын айтады. Джон Бендер жоғалған адамды дұшпан үндістер тобына тап болуы мүмкін деген болжамын айтады. Ал Эд Йорк осы нұсқаға сенеді. Ол содан кейін Бендердің кешкі асқа шақыруын қабылдайды. Эд Йорк қонақ үй бөлмелерінің бірінде кешкі асты күтіп отырады. Бірақ кенет оның көзін едендегі жарқыраған зат тартады. Бұл оның ағасы Уильямның әйелі мен баласының фотосуреттері бар медальон болып шығады. Осыдан кейін Эд Йорк қонақ үйден қашып, жергілікті шерифпен бірге отбасы мүшелерін жауап қалады. Ал басқа нұсқа бойынша кешкі ас алдында Эд Йорк жергілікті тұрғындардан жоғалып кеткен ағасы туралы сұрай бастайды. Олар оған Уильямның Кейтпен бірге көргендерін айтады. Бұны естіген Эд Йорк қонақ үйді тастап, шерифтің кеңсесіне жетеді. Ал келесі күні ол көмекпен қонақ үйге оралады. Бірақ Бендерлер отбасы малдары мен фермаларын тастап қашып кеткен болатын. Полиция ғимаратты тінтуге кіріскенде, олар бөлмелердің бірінен иіс шығып тұрған жертөлеге апаратын күдікті дақтары бар люкті табады. Бірақ жертөледен мәйіт табылмады. Содан кейін детективтер әртүрлі уақытта жоғалып кеткен қонақтарға тиесілі бірнеше заттарды, қаруларды және алма бағынан 11 адамның қабірін табады. Олардың бірінде Уильямның денесі бар болып шығады. Айғақтарды зерттеп, жергілікті тұрғындармен және тірі қалған қонақтармен сөйлескеннен кейін полиция қылмыскерлердің әрекеттерінің схемасын белгілейді. Белгілі болғандай, Кейт Бендер спиритизмнің құпияларын білуге ынталы клиенттерді қонақ үйге тартып, сол жерде оларды пердесі бар арнайы бөлмеге апарған. Яғни адам лекцияны тыңдап отырған кезде оның әкесі мен үлкен ағасы шымылдықтың артында тығылып отырады да қатыгездікпен өлтіреді екен. Бендерлер қандас емес болуы мүмкін деген де нұсқа бар.
олардың тұқымы мен шығу тегі құпия болып табылады. Кейт пен Джонның ұлы арасындағы қарым-қатынасты көптеген куәгерлер бауырластық емес, керісінше ерлі-зайыптылар ретінде сипаттайды. Сонымен қатар, тергеуде кісі өлтіру себептерін анықтауда қиындықтар болды. Алдымен отбасы пайда табу үшін қылмыс жасады деп болжанған, бірақ кейін полиция оны анықтай келе, құрбандардың кейбірі кедей болған және де айуандықпен өлтірілген. Сондықтан бұл әрекеттің басты себебі зорлық-зомбылыққа ұмтылу және садизмге бейімділік деген нұсқа пайда болды. Полиция ақш тарихындағы кісі өлтіруді бизнеске айналдырған алғашқы маньяк отбасымен бетпе-бет келгендерін түсінді. Жергілікті тұрғындарға қанды бендерлерді ұстаған үшін бірден әсерлі сыйақы тағайындалады. Дегенмен билік пен еріктілердің барлық күш-жігеріне қарамастан, қанішер отбасын ұстау мүмкін болмады. Американың түрлі бұрыштарында тұрғындар қашып кеткен қылмыскерлерді анықтады деген ақпарат алынады, бірақ хабарлардың ешқайсысы шынайы болмады. Көп ұзамай билік қашқын өлтірушілерді табу әрекетінен бас тартады, бірақ маньяк отбасын Америка халқы іздеуді жалғастырады. Бір топ еріктілер бірнеше жылдан кейін Оклахома аймағында қанішерлерді тауып, олармен күресті деген хабар бар. Қалай болғанда да қанды бендерлердің ізі жоғалып кете барды. Бірақ бүгінгі күнге дейін сериялық өлтірушілер отбасының ісі американдықтардың жадында сақталып келеді. Оның негізінде құрылған фантастикалық шығармалар, соның ішінде Бендерлердің тозағы романы және Бендерлер атты көркем фильмін айтуға болады. Сондай-ақ қалалған аңыздар бүгінгі күнге дейін өткеннің қорқынышты беттерін сақтап отыр.